Мынау енді 11 класстың тақырыбы. Сызықтар мен шектелген фигураның ауданы. Бұл бағана қисық сызықты трапецияның ауданы болып тұр ғой, иә? Интегралмен шығаратын. Енді Иә. қараңыздар. Туындысын таба ма? Ау, Туындысын табады ма бірінші? интегралдайсыздар. Сызықтар мен шектелген фигураның ауданы, қисық сызықты трапецияның ауданы тап десе, все, интегралдайсыздар. Хорошо? Демек, Иә. сосын мына y-терге Санның. қарайсыздар ғой, функцияға дұрыстап қарайсыздар. Хорошо? Функция негізі есепте x тең деген екі жауап болу керек. Берілмеді ма? Демек сіз өзіңіз тауып алуыңыз керексіз деген сөз. Хорошо? Онда не істеймін? Екеуі де y-ге тең болса, бізде ереже бар ғой, екі теңдеудің сол жағы тең болса, оң жағы да тең деген, иә? Демек 16 минус x квадрат тең 0. Онда плюс 16 былай бар, минус 16. Онда x квадрат тең 16, иә? Таңбаларын ауыстырып жібереміз. Иә. X тең плюс минус 4 па? Аха, плюс минус 4. Все, x1 тең 4, x2 тең минус 4. Демек, жоғарғы Бұл шегі, интегралдың шектері. иә, төменгі шегі минус 4 деген сөз. Хорошо? Енді интегралдаймыз. Интеграл үстіне бағанағы жоғарғы шекті, астына төменгі шекті қоясыздар. Иә? Иә, 16 енді. 16 мына жерде ең маңызды момент мынандай нәрседе. Егер y-ге бірінші функция беріледі ғой, біріншісіне бәрібір. Екіншісі, именно y тең 0 деп берілетін болса, онда бұл интеграл вообще оп-оңай деген сөз. Хорошо? Өйткені, егер мына жерде бағанағы 4x деген сияқты тұратын болса, мына жерде 0 емес, онда сіздер бағанағы шектерін тауып аласыздар. Одан кейін барып, Ньютон, Лейбниц деген формула бар ғой, сонымен шығарасыздар. Бір шектен екінші шекті азайтасыздар. Хорошо? Енді бұл ондай болмай тұр, сондықтан былай жазамын. 16 минус x квадрат жаза саламын, мына 0 деген жоқ қойдымда. Ол керек емес бізге. Енді жақшаға алам dx деймін. Дұрыс қой? Өйткені бұл интеграл. Так, енді алғашқы функциясын табам. 16-ның алғашқы функциясы 16 емес па? Плюс x куб бөлінген 3 па? Алғашқы функциясы x куб бөлінген 3 болады. Келісесіздер ма? Жақшаға аламын да, шектерін жазамын да, 4, мында минус 4 деп. Интеграл уже ана алғашқы функциясын тапқан кейін уже бізге интеграл керек емес. Хорошо? Енді орнына қоямын. 16 көбейту 4. Фақат мына жақта дыбыс кері қарай келіп жатыр. Так. Қазір балалар кетеді, шыға қойыңдар. Айда, Айша, Нұрай. 16 көбейту 4. Минус x-ің орнына жоғарғы шекті қоямыз, иә? Минус 4-дің кубы бөлінген 3, иә? Азайту болады ғой? Азайту. 16 көбейту минус 4. Минус 4-дің кубы. Қоймасаңыз. Өйткені таңба мына жерде өте көп те, шатас кетулеріңіз мүмкін. Давайте, 16-ға 4-ті көйтем, 64, иә? Минус 64 бөлінген 3 болады. Мынаны минус алдына кетер ғой, білесіздер. Плюс дей салайыз. Мына минус, қараңыздар, енді мына жерде тағы бір нәрсе. Минус 4-дің кубы қанша болады? Минус 64. Минус 4-дің кубы? Сол минус 64, мынаумен плюс 64 болады ғой, иә? Плюс 64. Сол мынаумен қайтадан минус 64 болады. Түсініп отырсыздар ма? Қайдан шықты деп түсінбей қалмаңыздар. Сонда былай болады. 64-ке 64 қоса салам, 128 ғой. Қосу дей салам. 3-тен 64-ке 3-тен 64 қоссам, 3-тен 128. Кәшше осылай тұра тұрсын, сосын айналдырам. Так, мынаған 3-тен берсем болады. 3. Ау. Дұрыс аға. Ойбай, мына жер минус қой. Минус. Қазір мен калькуляторымды ашып алайын. 128-ді мен 3-ке көбейте қоям, 384. 384-тен 128 азайта қоям. 256. Енді 256-ны 3-ке бөлем. Аралассан түрінде. Аралассан, дұрыс айтасыз. 85 бүтін 3-тен 85-ті мен 3-ке көбейтем, 255 болды, 1 қалды. Дұрыс па? Сонда ответ 85 бүтін 3-тен екен. Вот осылай есеп шығады. Окей? Мәме интеграл мүлдем есінде жоқ бар ғой. Енді ол университетте сарған есінде. Кезінде келеді уақытымен. Өйткені интеграл деген бағана 11 класстың темасы ғой, иә? Ол оған тоқталамыз.